Сахнаға ішіп шыққан Ирина Қайратовна мен Шизаның әрекеті жұрттың ашуын туғызды. Алматыда жүздеген адам жиналған Ирина Қайратовна тобының ән кешінде Шиза лақабатымен танылған Асхат Жолшиев көк байрағымызды лақтырмақ болған. Жастардың арасында танымал әншілердің бұдан өзге де ерсі әрекеттері жұрттың ашуын тудырды. Олар сахнаға ішімдік ішіп шығып, жиналған көрерменге бейәдеп сөздер айтқан. Концертті тамашалауға барған жұрт топ мүшелерінің тіпті залдағы адамдарға бос бөтелке лақтырғанын да айтып жатыр. Ал өздерін мәдениетсіз ұстаған жігіттердің бұл әрекетіне қарны ашқан қоғам белсенділері оларды заң алдында жауапқа тарту керек дейді. Сұмдықтың бәрі Ирина Қайратовна тобы мен Шиза лақабатымен танылған әнші Асхат Жолшиевтің көк ту әнін орындап болған соң басталған. Жүздеген адам жиналған концертте Шиза еліміздің туын қолына мыжып ұстап, кейін лақтырмақ болады. Алайда сахна сыртындағы ұйымдастырушылардың бірі оған бұл әрекет үшін әкімшілік жауапкершілік қарастырылғанын айтып, қолындағы туды алып кетеді. Ал Ирина Қайратовна тобының мүшесі Азамат Маркленов Шизаның бұл қылығын келемеждегендей бар даусымен күледі. Одан бөлек бұл концертте көрермен алдында жартылай жалаңаштанып шыққан жас жігіт қыздарға қарата былапыт сөздер айтқан. Мұны көрген қоғам белсенділері сахнаны сыйламай, шектен шыққан мұндай әншілерді өнер ортасынан аластату керек деді. Нұрлан Албан эстрада әншісі: олардың көрсетіп жатқан үлесі мынау ма, үлгісі осы ма? Мынаған тоқтау салатын құзырлы орган, жоғарғы шенді шенеуніктерден, министрліктен тоқтату салатын адам бар ма мынаған? Көк туымызды умаждап сахнаға алып шыққан тірлікті көрдіңіз бе? Деп қатты ашуланды. Ирина Қайратовна тобының тыңдармандары концерттегі мәдениетсіздік үшін әншілерден көңілі қалғанын жарыса жазып жатыр. Куәгерлердің сөзінше топ мүшелері сахна мәдениетін сақтамай ішімдік ішіп ән айтқан. Тіпті бос шөлмектерін көрермендерге қарай лақтырыпты. Концерт тамашалауға барған халық ұйымдастырушылары да сынап жатыр. Ал бүгін Ирина Қайратовна тобының инстаграмдағы ресми парақшасында Азамат Маркленов сахнадағы қылықтар үшін бүкіл қазақстандықтардан кешірім сұрады. Ирина Қайратовна тобы халықтың талабына құлақ асты. Қазақтың жалауын қорғылған репер Шиза алдағы айда өтетін фестивальге қатыспайтын болды. Бұл туралы Ирина Қайратова тобы мәлімдеді. Өткендегі оғаш қылықты ескере отырып, Шизаның Беуфест фестивалына қатыспайтынын хабарлаймыз. Біз отандық әншілердің барынша қолдауға тырысамыз. Алайда ел пікірінен асып ешқайда кете алмаймыз. Халықтың ашу-ызасы орынды, деді топ мүшелері. Айта кетелік, Беуфест алдағы айдың 11 күні Сұңқар трамплин кешенінде өтеді.